Қайырлы күн, құрметті білімгерлер. Қазіргі қазақ тілінің морфология курсы бойынша 11-ші дәрісімізді бастаймыз. Дәріс тақырыбы етістіктің лексика-грамматикалық категориялары. Бүгінгі дәрісте қарастыратынымыз етістік категориялардың ерекшеліктері мен түрлері, етістіктің лексика-грамматикалық категориялары, салт етістік пен сабақ етістік, оның ерекшеліктері, етіс категориясы, мағыналық тұлғалық сипаты, негізгі етіс мәселесі және етістің түрлері, болымды және болымсыз етістіктер. Жалпы алғанда етістік категорияға бай сөз табы деп айтамыз. Етістіктің бүкіл 6 категориясын 2 топқа бөлуге болады. Бірінші лексика-грамматикалық категориялар, екінші таза грамматикалық категориялар. Лексика-грамматикалық категорияға етіс категориясы, салт сабақтылық, болымды, болымсыздық категориялары енетін болса, таза грамматикалық категорияларға рай, шақ, жақ категориялары енеді. Лексика-грамматикалық категориялардың қандай ерекшеліктері бар? Ең басты ерекшеліктері, етістік түбірлері секілді бұл категориядағы тұлғаларымыз тікелей жіктелмейді. Сол күйінде тікелей қолданылмайды сөйлем ішінде. Және сырттай екінші жақ бұйрық райдың анайы түріменен сәйкес келеді. Етістіктің лексика-грамматикалық категориясыны салт етістік пен сабақты етістікке тоқталайық. Етістіктің салттылық және сабақтылық сипаты оның жалпы грамматикалық семантикасына, яғни тура объектіні қажет етпеуіне байланысты. Яғни тура объектіні тікелей қажет ететін болса, ол сабақты етістік деген сөз. Мысалға, кітапты оқы деген десек, оқы деген етістігіміз нені оқы деген сұрақты қажет етеді, өзінің алдында табыс септіктегі сөздің тұрғын қажет етеді. Ал кел десек, нені кел, кімді кел деп тіркестіре алмаймыз. Ол кімге кел, қайда кел, кіммен кел деген секілді басқа сұрақтарға жауап береді. Табыс септігіндегі сөзбенен ешқашан тіркестірмейді. Мұндай етістіктерді салт етістіктер деп айтамыз. Салт етістік дегеніміз не? Салт етістік табыс септіктегі тура толықтауышты меңгере алмайтын, тура объектіге сабақталмай-ақ жанай жүзеге асыратын етістік. Мұндай етістіктер жанама етістіктермен ғана тіркеседі. Мысалға, бару, қайту, келу, кету, кіру, тағы басқа етістіктер. Ал сабақты етістік табыс септіктегі тура толықтауышты талап ететін, тура объектіге тікелей бағытталатын қимылды білдіретін етістіктер. Мысалға, жу, ки, айт, оқы деген секілді. Етіс категориясы. Етіс категориясы субъекті мен объектінің қимылға, немесе қимылдың субъекті мен объектіге әртүрлі қарым-қатынасын білдіретін етістіктің арнайы грамматикалық формалар жүйесі. Етіс тұлғаларының ерекшеліктері қандай дегенде, бұл тұлғаларда етістік түбірі секілді бұйрық райдың екінші жағы менен анай түріменен сырттай сәйкес келеді, бірақ екеуі тең емес. Сол сияқты тікелей жіктелмейді етістік түбірлері секілді. Етіс тұлғасында жеке дара қолданыла, сөйлемнің ішінде қолданыла алмайды. Тілімізде етістің қандай түрлері бар? Қазақ тілінің грамматикасында етістер негізгі, өздік, ырықсыз, ортақ және өзгелік етіс деп 5 түрге бөлінеді. Бұлардың әрқайсының 4-еуінің өзіне тән аффикстері болса, ал негізгі етістің өзінің арнайы аффиксі жоқ дейді. Сондықтан да ол етістік аффиксімен әлі тұлғаланбаған негізгі және туынды түбір етістіктерді тұтастай алып, негізгі етіс деп тануымыз керек деген пікір айтылады. Өздік етіс деп қимыл әрекеттің орындаушысына, іс иесіне тікелей бағытталғанын, қатыстылығын білдіріп, сабақты етістіктерден н, ын, ін жұрнақтары жалғану арқылы жасалатын етістіктің түрін айтамыз. Ырықсыз етіс деп қимыл әрекетті орындаушысы көрінбей, іс әрекет өзінен өзі істелген секілді мағына беретін етістің түрін айтамыз. Ол л, ыл, іл, ын, ін секілді қосымшалар арқылы жасалады. Мысалға, кітап оқылды, үй тазаланды. Ал енді өзгелік етіс деп қимыл әрекеттің айтушы емес, тыңдаушы емес, үшінші бір тарап арқылы орындалатындығын білдіретін етісті айтамыз.
ол ғыз қыз, қыз, дыр, тыр және т деген жұрнақтар жалғану арқылы жасалады. Мысалы, жасат, сөйлет, айтқыз, келтір деген секілді. Ал ортақ етіс қимыл іс-әрекеттің бір емес, бірнеше субъект арқылы іске асатынын білдіреді. С, ыс, іс қосымшалар арқылы жасалады. Мысалы, айтысты, хат жазысып тұрады, қонақтар жайғасып отырысты дегенде, жазысты, отырысты дегенде іс-әрекетті орындаушы бір емес, бірнеше адам болады. Осыған қатысты тағы бір нәрсені айтқан жөн, етіске байланысты агенс деген ұғым бар. Агенс осы өзгелік етісте кездеседі. Яғни іс-әрекетті орындаушы, мысалы, онда айтушы болады, тыңдаушы болады, үшінші орындаушы тарап болады. Сондағы әрекетті, процесті тікелей орындайтын адамды агенс деп айтады. Мысалға, ол бізге хат жаздырды дегенде, іс-әрекетті орындайтын біз болып тұрмыз. Сондықтан оның агенсі бізге деген сөз болып табылады. Лексика-грамматикалық категорияның түрі болымды, болымсыздық категориясы. Іс-әрекеттің жүзеге асуын білдіретін форма етістіктің болымды түрі деп аталады, ал жүзеге аспауын білдіретін форма етістіктің болымсыз түрі деп аталады. Бұл екеуі бір-біріне қарама-қайшы мәнде жұмсалатындықтан етістіктің болымды, болымсыздық категориясын құрайды. Оның да ерекшеліктері етістік түбірі секілді. Түбір мағынасына аз да болса өзгеріс енгізеді. Етіс категориясы сияқты түбірдің грамматикалық сипатын сақтап қалады. Бүйрық-райдың екінші жақ жекеше анайы тұлғасына сәйкес келеді, тікелей түрленбейді, сол күйінде қолданылмайды. Ол рай, шақ тұлғаларында тұрып барып, жіктеліп қолданыла алады. Грамматикалық тұлғалары ма, ме, бе, пе жұрнағы, мысалы, келме, айтпа, оқыма дегенде, екінші ған, ген менен, есімші тұлғасыменен жоқ, модаль сөзінің қосылуы арқылы жасалады. Келген жоқ, айтқан жоқ дегенде, және емес деген сөздің қатысуы арқылы жасалады. Келген жоқ, келген емес десек те осы болымсыздық мағына беріледі. Етістіктің лексика-грамматикалық категориялары туралы дәрісіміз аяқталды. Бұл тақырып бойынша қосымша деректерді алдарыңыздағы әдебиеттерден қарап біле аласыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар.